Ал Түркия не үшін осылай істеді? Бірінші, Швеция менен Финляндияны НАТОға кіргізбей отырған Түркия. НАТОның жарғысы бар. Қандай да бір жаңа елді НАТОның мүшесіне қабылдаймыз десе, сол НАТОдағы бүкіл мүше бір тұтас қол қоюы керек. Түркия НАТОдағы ең маңызды әскери қуатты елдердің біреусі. НАТОға кезінде Түркия қабылдану үшін Американың Корей түбегіндегі соғысына қатысты. Корей түбегіндегі Американың соғысында Түркия 5000 және оның айналасындағы, нақты санын білмеймін, сарбазын құрбандыққа шалды. Қытай 1 миллион жас боздағын Корей түбегінде қалдырды. Маудың жеке амбициясы үшін. Сталиннің Мауға берген бұйрығы бойынша 1 миллион Қытайдың жас жігіті Корей түбегінде топырақтың астында қалды. Енді сол соғыстан кейін барып Түркия НАТОға мүше болды. Ал НАТОға не керек болды? Түріктің армиясы керек болды. НАТОға не керек болды? Түріктің Қара теңіздегі маңызды географиялық, жағрафиялық, стратегиялық маңызды орны керек болды. Ресеймен екі ортаны, Кавказды, жалпы Ресеймен шектесетін өте маңызды жерлерді түрік арқылы шаужайлап ұстап отыру Еуропа мен Америкаға керек болды. Ол кезде түрікпен одақ болды. Бірақ түріктің мәңгі бітпейтін бір бас ауруы бар. Ол күрд мәселесі. Күрдтер тәуелсіздік алам деп күрескелі 1,5 ғасырдан асты. Осман Түркі империясы құлай сала, күрдтер негізінен тәуелсіздікке қарай ұмтылды. Сол күрдтердің тәуелсіздігін Америка мен Еуропа қолдайды. Бірақ күрдтерге тәуелсіздікті бермейміз деп Түркия тістей қасарысып отыр. Енді осыдан барып әңгіме шығады. Жұрттың барлығы білет, күрд дегенде ұсақ халық емес, ірі халық. Жұрттың барлығы білет, күрд те орта шығыстағы ірі халықтардың біреуі. Бірақ өкінішке орай, бұл күрдтің жерін Иран, Ирақ, Сирия, Түркия төртеуі тортты төртке бөлгендей, кәдімгі тортты төртке пышақпен кескендей кесіп алған. Бірақ бұл жерде бір әңгіме тұр. Ирандағы күрдтерді қолдайық деген Еуропа, Америка жоқ. Ирақтағы күрдтерді қолдап, Ирақтың Түркиямен шектесетін жерінде Күрдістан жасап берді. Садам Құсайынды дарға асқан және оны сол шешімді шығарған сотшы күрд болды. Күрд араб емес. Бірақ Күрдістанды бүкіл Ирақтың бюджетімен дамытып, байытып жатыр. Күрдістан деген ресми тәуелсіздік жарияламаса да, Ирақ пен Түркияның шектесетін жерінде осындай Күрдістан деп аталатын жер бар. Ол Ирақтан ресми тәуелсіздік алмағанымен, бүкіл Ирақтың байлығын, бюджетін, салығын сол жаққа үйіп, Күрдістан регионын дамытып жатыр. Ал Ирақтың халқы қайыршылық халде өмір сүріп жатыр. Енді осының барлығы орта шығыстағы үлкен дауды туғыстады. Бұл мәңгі бақи бітпейтін дау. Оған дәлел кезінде Садам Құсайынның кезінде, Садам Құсайын 1000 жерінен диктатор болса да, түріктердің шекараны бұзып өтіп, сол Ирақтың күрдтері жасайтын регионға кіріп, күрдтерді қырғындап кетуіне көз жұмып қарап отыратын. Садам Құсайынның ең сенімді серігі Химия Әли деген Әли болған. Бұның аты Әли, өзінің Химия деген. Ол тіпті күрдтердің ауылына ұшақпен химиялық бомба тастап, кәрі шал кемпірден тартып, бесіктегі баласына дейін улы газбен улап өлтіріп тастаған. Ауылында тірі пенде қалмай,
газға уланып қырылып қалған. Оның барлығын істеген Садам Құсайын және оның Химия Әли дейтін атақты серігі жолдасы болған. Бұл күрт деген халық шынында осындай бір бағы жанбаған, тәлейі тайқы болған халық. Ол күрттердің көрген қорлығын көрсек, жаның ашиды. Сол бір дінде бір мұсылман деп отырып, Ирактың арабтарының Садам Құсайынның күртке істеген тарихтан бергі зұлымдығы сол. Ал енді күртпен тектес аталас болып отырған Иранның өзі ол күртті көгертейін деп отырған жоқ. Тіпті Иранда бәленбай діни ағым сол күртпен бір бағытта. Бірақ онысына қарамастан Иранның қызылбастарда сол күртті көгертпей, көктетпей, қыршыннан қиып, адымын шалып, алдынан ор қазып, артынан жебесін атып, бұл халықты көгертпей келе жатыр. Ал Сириядағы күрттердің жағдайы тіптен қиын. Түркия ол кешегі Осман Түрк империясының бүгінгі мұрагері, мына Ердоған деген еңкіш шалда сол Осман Түркінің империялық пиғылы бар. Ол Осман Түркі империясы сияқты қуатты империя құрамын деген бір тәтті түс көреді. Ол шынында Түркияны күшті қуатты қылайын деп отыр ма? Жоқ, Түркияны қуатты қылу ол миллионшы мәселе, өзінің Ердоған деген патшалық имперлік арманын, жеке бастық амбициясын көздеп отыр ма? Дәл қазір бірдеңе деу қиын. Бірақ Ердоған Түркияда міне таққа құйрығы жабысып отырғалы да 30 жылға таяп қалды. Кем дегенде 20 жылдан асты. Ол бұрын премьер болып тұрған кезде Түркияда премьер-министр ең үлкен мансап болатын. Кейін ол президент болды да Түркиядағы бірінші билік иесін президент қылды. Мейлі премьер болсын, мейлі президент болсын, Ердоған билікті ұстап келе жатыр. Бірақ осы Ердоғанның тұсында Түркияда үлкен өзгерістер болып жатыр. Ол қандай өзгеріс? Бірінші, бұғанға дейін Шыңжаңдағы, яғни Шығыс Түркістандағы ұйғырларды қолдап келген түрік енді 180 градус бұрылып, ұйғырларды қолдауын 100% тоқтатты. Қазір Түркияда 50 мыңдай ұйғыр бар. Оның барлық о жерге ежелден көшіп барған ұйғыр емес. Осы Қытайда бір жылымық саясат болып, 80 жылдарда Қытайдың азаматтарына паспорт беріп, шетелге көшуіне рұқсат бергенде оқып, бизнес істеп, неше түрлі жолмен Түркияға барып қалған ұйғырлар. Әсіресе 97 жылы Құлжада ұйғырлар көтерілгеннен кейін, Қытай билігі ұйғырларды қанды қасап қырғын жасағаннан кейін, содан есін жиған бір топ ұйғырдың ұлтшылдары Қытайдың өздеріне күн көрсетпейтінін ерте бастан сезіп, шетелге тайды. Одан 2009 жылы Үрімшіде ұйғырларға қанды қасап қырғын жасады. Ол қанша 100 мың ұйғыр өлді. Қанша миллион ұйғыр өлді. Оны жер бетінде қазір ешкім білмейді. Мүмкін 2009 жыл, сол бір жылдың өзінде Қытай 1 миллион ұйғырды өлтірген болуы мүмкін. Сойып, бауыр бүйрегін сатқан болуы мүмкін. Неге десең, Қытайда 2000 жылы 5 миллион Фалунгун дініне сенетін, яғни Будда дінінің Фалунгун дейтін ағымына сенетін 5 миллион Қытайды сойып, одан 5 триллион ақша жасады. Бір Қытайдан 1 миллион доллар ақша жасады. Бұлар кәдімгі қазақтар қойды сойғандай, олар адамды сояды. Оның бауырын, бүйрегін, жүрегін, өкпесін, тіпті көзін ұстап тұратын мүйізге қабатын, ең соңында мына адамның терісін, ішегін, ең соңында $200 мына биологиялық жаңағы анатомиялық сабақханаларға, медуниверситеттерге адамның сүйегін сатып жібереді. Скелет ретінде. Сонда бір адамнан $1 миллион жасайды. Қазір бүкіл дүние жүзінде Қытай адам сою мәселесі бойынша батыс елдерінің қатаң ескертулеріне, бақылауына ұшырап отырған ел.
және Қытайда міне күннен күнге заңсыз ағза саудасы, күннен күнге әдейге бейберекет заңсыздыққа әдейге компартия жағынан жіберіп отыр. Ондағы мақсат өздері коммунистік партияны негіз қылған, компартияны қалқан қыла отырған үлкен қаржылық қылмыстық топ Қытайда билік басында отыр.